Қазақстанда 8 мыңнан астам есек тіркелген екен, ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметі бар екен. Тіпті Қарағандыда есектің сүтін өндіретін кәсіпорын да бар, иә. Бірақ соңғы 5 жылда сіздің министрліктің ветеринарлық сараптамасынан өтпеген есектің 2 сүті. Сонда бұны кім алып жатыр? Бұл қаншалықты зиянды емес, қайда кетіп жатыр? Ол ет сүтін кім ішіп жатыр? Енді сіз өзіңіз білетіндей, есектерді бізде оларды қатты естіліп жатыр. Есектердің оларды не үшін ұстайды? Біз айтамыз ғой, нені бар, мақсатты. Біріншіде олар есектерді оңтүстік аумақтарында ол транспорт ретінде пайдаланады, алып жүктерді тасымалдайды. Екіншіде қазіргі уақытта осы сіз айтқан Алматы облысында, Жамбыл облысында бірнеше бізде Қарағандыда бар, оларда осылай зауытын қойып, оларда есектердің сүтін алып, оларда сублимация деген бір технология бар, сублимация кептіреді. Сосын осы да экспортный товар ретінде Қытайға да экспорттайды. Сосын олардың терін алып, желатинді бар шығарады. Ол да Қытайда өте үлкен сұраныс бар. Бізде ішкі нарықта да есектердің сүтті да етін ешкім алмайды. Енді ислам жағынан бір нені харам дегені тыйым бар. Басқа жағынан осылар көп ол дәстүрлі емес қой, еті бізде сұраныс жоқ. Осы себеппен бірақ сіз дұрыс айтасыз, ішкі нарықтың сату үшін міндетті түрде ветеринарлық сертификатын алуға осылай қазір заңның талабы бар. Сонда сол сараптамасыз кәсіпорындар жұмыс істеп отыр ма? Жұмыс істеп отыр, бірақ оларға да экспортқа да арналған сертификатын алады, ішкі нарыққа да алмайды. Кетсе де олар именно экспортный, бірақ кептірген кейін олардың уже бізде сүт емес қой, олар тамақтың өндіріске де жататын, оларға да ветеринардың сертификат керек емес деп. Бірақ етке де, сүтке де оларды керек, бірақ олардың ішкі нарыққа да емес, экспортқа шығаратын оларды документтен алады. Есектің еті ішкі базарларда да сатылып кетуі мүмкін бе? Мысалы, сондай қауіп бар халық арасында. Оны қалай бақылайсыздар мысалы? Енді сіз өзіңізде әр нарықтарда бізде мемлекеттің ветеринары және осы базардың жеке ветеринар жұмыс істеп жатыр. Енді бірақ үлкен базарында міндетті түрде біздің ветеринарлық қадағалау және бақылау комитетінің инспекторлары жұмыс жасап жатыр. Сертификатсыз, документсіз бір килограмм етін сатуға да қазір жағдай жоқ. Себебі өзінің бетінде қазірде полиция жұмыс істейді, біздің ветеринар жұмыс істейді, және осы нарықтарға да бақылау да бар. Енді оларды алса да міндетті түрде лабораторный зерттеу жасайды. Сосын осы зерттеудің қорытындысын алып, біздің ветеринарлардың справканы беріледі. Егер ондай жағдай тіркеліп жатса, қандай ол жауапкершілігі бар, әкімшілікті, қылмыстықты жауапкершілігі бар қазіргі уақытта. Яғни біз есекті Қытайға экспорттау үшін өсіріп отырмыз, дұрыс па? Иә, дұрыс. Тек Қытайға ғана бізде ең үлкен қазіргі бізде алатын осылай сұраныс Қытай нарықтарда бар. Мысалы терін, желатинді, оларда бір бат бар ғой, биологический добавкалар ретінде оларды алып, сосын өзінікада өнімдер шығарады. Етін де жима алып жатыр ма? Жоқ, етін емес, сүтін Сүті мен терісі ғана? Иә. Етін не істеп лақтырып тастаймын? Етті мен ойлаймын, бізде көршілес Қытайдың аумақтарда ол тоже исламның көп адамдар бар ғой, олардың религия ретінде алып. Бірақ қазіргі уақытта осында бізде мәлімет жоқ.